Лазар деп bir киши орыған. Ол Вифания деп жұрттан болған. Бұ жұртта Марияла оның сыйны Марфа жатқандар. Қайрақанды баалу чулы жараш жытту майла сүртіп, бұдың бойының чачылы арчығаны бұ Мария болған. Орый берген Лазар дезе оның қарындашы. Қайрахан, сенің қарузыған кішің уыру жадыры. Деп айтарға ежелу сыйынды оғы киши еділер. Иисус мұны уғала айтты. Ол ору өлеріне емес, Құдайдың мағына. Ол ажыра Құдайдың улы мақталарына. Иисус дезе Марфаға, оның едесіне де, Лазарға да қарузып жүрген. Лазардың орып жатқанын уғала жүрген жерінде екі қонды. Мұның кейінінде үйреншіктеріне айтты. Қайра Иудейге барады. Рави, Деп үйреншіктері айттылар. бұл жаңы жуықталы иудейлер сені ташлашып алып өлтірерге сананған жоқ беді. Сен ошта оны оры барып жадың ба? Иисус оларға айтты. Түште 12 саат емес педі. Түште жүргені. Бұ делекейдің жарығын көріп тұра бүдірілбейді. Түнде жүргені дезе, бойында жарық жоқ болып бүдіріледі. Манайды айдала оның Лазарна жебі сұйықтай берді. Демен оны ойғызорға барып жадым. деді. Үйреншіктері айттылар. Қайрахан, ол ұйықтай берген болса, жазылар. Иисус оның өлгөнін айтқан. Олар дезе тегін ұйқызын айтты деп сананғандар. Айдар да Иисус оларға чекезін айтты. Лазар жата қалды. Сілерді бүтсін деп анда жоқ болғаныма, сілер үшін сүйініп тұрым. Де оғы баралы. Игіс дейтін Фома өскі үйреншіктерге айтты. Biz de baralı. Üredüçüyle koca öleli. Иисус келерде Лазар сүйек салар жерде 4 күн қоныптыр. Вифания дезе Иерусалимнің 3 берісте кересі жуғында болған. Қарындашы өлерді ачу оронға düşкен Марфала Марияны тоқынадарға көп иудейлер келген. Марфа Иисустың келіп жатқанын уғала ұтқып барды. Мария үйде отыра қалды. Қайрахан, сен мұнда жүрген болсаң қарындашым өлбес еді. Деп Марфа Иисусқа айтты. Же Құдайдан ені де сұразаң, Құдай сеге берер деп, емді де білерім. Қарындажың тірелер. Деп Иисус оға айтты. Тірелерін біліп тұрым, тірелер дұшта қалған чүгінде. Деп Марфа қару жандырды. Иисус айтты. Мен тірелері жүрім. Неге бүткені өлсе де жүрер. Қажыда жүрген меге бүткен кіші дезе, үргілдіге өлбес. Бұға бүтіп тұрың ба? Ейе Қайрахан, Деп ол қару жандырды. сені делекеге келіп жатқан Христос Құдайдың ұлы деп бүдіп тұрым. Мұнайда айдала барып, Мария едесін тұйқағы чырды. Үредүчі мында сені келзін дейт. Мария уқан бойынша қапшай тұрып оға барды. Иисус жұртқа кіргелік болған. Оны Марфа ұтқыған жерде артып қалған. Марияға қоғыт едіп, үйде қоша отырған иудейлер оның қапшай тұрып чыға бергенін көрілі, сүйек салған жер жар ыйларға барған болар деп кейінінің бастылар. Мария дезе Иисус болған жерге келіп, оны көрілі бұдының жанына жығылып айтты. Қайрахан, сен мұнда жүрген болсаң, қарындашым өлбес еді. Оның ыйлағанын, қожо келген иудейлердің ыйлашқанын көрілі, Иисус ачу qoronға düşіп, қарығып айтты. Оның сөгін қайда жуудығар? Қайрахан, барып көр. Деп олар қару жандырдылар. Иисустың көзіне жаш келді.
Иудейлер айтышты. Көрсе көрді. Ол оғы қанайып қарызыған. Ол соқырдың көзін жарытқан бойы. Бұда өлбесінде беткедей болған емес пе? Деп, олардың кезігі айтты. Иисус içinde açıq oronğa oytol aldırtıp, сөйік салған жерге базып келді. Онысы құй таш болған, осын ташла жаап қойған. Иисус Ташын алып егір. деді. Жада қалған кішінің едесі Марфа оға айтты. Қайрахан, кежі житана бертір, божоғылы 4-ші күн барып жат. Иисус Марфаға айтты. Бүдер болсаң, Құдайдың мағын көрерің деп, мен сеге айтпаған бедім. Ташты алып еділер. Иисус саң өрі көріп айтты. Ада, мені қаның үшін сеге алқыш кетеріп тұрым. Мені қачанда болса уғарыңды білгем. Мені игені сен болғаныңа бүтсін деп, мұнайда бұ тұрған ұлысқа болып айттым. Анайда айдала тың үнденіп, Лазар, бері чық. деді. Өлген кіші шығып келді. Қолы бұды чуыл алған, жүзе арчуылла оролған болды. Оны чечегер, барзын. Деп Иисус оларға айтты. Марияға келген көп иудейлер Иисустың еткенін көрелі оға бүттілер. Кезігі дезе фарисейлерге барып, оның еткенін айтып берділер. Улы абыстарла фарисейлер отоқ күрейіні жуып айттылар. Біз қанайдалы. Бұл кіші көп білділер жайап жат. Оға жай берсе біз оншасы оға бүдір. Римнің ұлысы келіп жері бісті де, қалығысты да бақтырып алыр. Олардың бірісі, ол жылда улы абыс болған Каиафа деп кіші оларға айтты. Сілер ешнеме білбей жадығар. Бүткіл қалық божығаншы, қалық үшін бір кіші өлсе, сілерге артық боларын оңдабай жадығар ба? Мұны ол бойынан айтқан емес. Те ол жылда улы абыс болған бойы Иисустың ел үшін өлетөнін озоландыра айдып қойған. Яңыз да ел үшін емес, те Құдайдың жачылып қалған балдарын бір жерге жуып алары үшін өлетөнін. Ол күннің ала, оны өлтірер деп көптөжіп алдылар. Оның үшін Иисус иудейлер ортода ачығынша жүрбей, Құба чөлдің жуғындағы Ефраим деп қалаға барып, үйренчіктерілі қожа анда артып қалды. Иудейлердің Пасхасы жуықтап келерде, Орон ішінің көп ұлыс Пасхадан осы арутанайын деп Иерусалимге келді. Олар Иисусты бедіріп, Сілер сананзар, ол байрамға келгейне? деп байзыңда бойлары ортоды әрмектежіп тұрдылар. Улы абыстарла фарисейлер оны тудып аларға, оның жүрген жерін білген кіші онысын ұғысын деп жақару берділер.